Сәлеметсіңдер ме, балалар? 5-ші сабақты бастаймыз. Менің досым шебер. Мой друг мастер. Жаңа сөздерді қайтала. Қолөнер, рукоделие. Қайшы, ножницы. Желім, клей. Шеберхана, мастерская. Ине, иголка. Шебер, мастер. Болмайды, нельзя. Қауіпсіздік ережелері. Правила безопасности. Жаңа сөзбен сөйлем құра. Составим предложение с новым словом. Шеберхана, мастерская. Мектепте шеберхана бар. В школе есть мастерская. Ученики идут в мастерскую. Оқушылар шеберханаға барады. Келесі сөз қайшы. Следующее слово ножницы. Мен қайшымен қағаз қиямын. Я вырезаю бумагу ножницами. Мәтінді тыңда, слушай текст. Оқы, читай. Біздің мектепте шеберхана бар. Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Мұғалім бізге қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Инені ауызға салуға болмайды. Оны арнайы қорапшада сақтау керек. Желімді ауызға, көзге тигізуге болмайды. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою керек. Қауіпсіздік ережелері. Правила безопасности. По тексту у нас идут такие правила. Инені арнайы қорапшада сақтау керек. Хранить иглу нужно в специальной коробке. Қайшыны партаның оң жақ шетіне қою керек. Ножницы нужно поставить на правый край парты. Еще какие есть правила безопасности? Подумайте, напишите. 3-ші тапсырма. Сөздерден сөйлемдер құрап жаз. Составьте предложение из слов. Вот такие у нас слова. Бірінші сөйлемді құрастырамыз. Составляем первое предложение. Вот такие слова мы имеем. Біз жасаймыз. Әртүрлі шеберханада заттар. Кім? Біз. Біз, значит, отвечает на вопрос кім, стоит в начале предложения. Не істейміз, что делаем? Жасаймыз. Это глагол, будет в конце предложения. Теперь қайда, где? Шеберханада. Вот здесь ставим. Шеберханада не жасаймыз. Что мы делаем в мастерской? Заттар жасаймыз. Қандай заттар? Какие вещи? Әртүрлі заттар. Вот получилось у нас такое предложение. Біз шеберханада әртүрлі заттар жасаймыз. Мы в мастерской делаем разные вещи. Осымен сабағымыз аяқталды. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.